Дудар аянның үйретілу кескіні, домбырадағы шертілуі негізі енді мелодиясын шертіп отырып, бір жағынан соны ән текстін айтып отырып шертуге болады. Ең әуелі сол Мариям Жагор деген орыс қызы. Яғни менің қолымдағы 19 пернелік домбыра. Сондағы перне саны, одан кейін нотасы бойынша мен айтып берейін. Ең әуелі екінші перненің астындағы ла дыбысын басамыз. Екінші перне. Астыға біреу. Одан басын үстін басып екеу. Мариям деген. Үшінші саусақпенен төртінші перненің үстін жағындағы шың фа дыбысы. Енді жердегі мынаны төртеу. Одан кейін төртінші саусақпенен мына жердегі бесінші перненің үстін жағын басамыз. Алмай кезек екеу. Астындағы мына ла дыбысы қозғалмайды. Одан қайтадан мына басамыз. Екінші перненің үстін. Ал жаңағының ақырын көрсетсем, Мариям Жагор деген. Енді орыс қызы деген жер. Мына үшінші саусақпенен жерге төртінші перненің үстін басамыз. Екеу. Одан қайтадан беске келеміз. Дегеннен қоя береміз. Яғни орыс қызы. Енді мынау екі рет қайталанып шертіледі. Мен енді екінші ретін жаңағыны басынан ақыры үйреттік қой. Сол жерге келгеннен кейін енді қайта басынан осыны тағы рет шертіп шығамыз. Өйткені Мариям Жагор деген орыс қызы 16-17-ге келген кез ақаңы бірдей. Соны осы жерде екі рет қайталап шереміз. Екінші рет қайталаған мен ақырын шертіп көрсетіп берейін. Енді қайырмасы. Қазаққа Дудар деген ғашық болған деген жер. Екінші пернеден үшеу шерткеннен кейін асты сылғасы, оң жағында. Жетінші пернеге келеміз. Жай дыбысы. Негізі мынау 9-шы перне. Енді жердегі мына 7-ші перне, 4-ші пернеге келдік. Ши дыбысы. Енді сондағы деген жер. Тағы да 7-ші перне. Одан кейін мынау 9-ші перне. Одан 4-ші саусақпен жердегі мына 11-ші перне басамыз. Шың фа дыбысы. Сондағы. Бұл енді қанша шертеміз, оны өзіңіздің дыбыс созғаныңызға байланысты. 7-ші перне, 9-ші перне, 11-ші перне. Сондағы. Деп артқан кезім жердегі 10-ға келеміз, 9-ға келеміз. Мариямның 7, 11, 9. Мариямның енді айтқан сөзі. Айтқан сөз деген кезде 7-ші пернеден 6-ші пернеге келеміз. Шыңды. Ми дыбысы 9-ші перне. Сөзіне айтқан сөз. З деген кезде 4-ші перне мен 5-ші перненің үстін басамыз. Қайта башатайын. Айтқан сөз. Қайта башатайын жаңа жеріне. Сон қазаққа. Қазаққа Дудар деген ғашық болып.
Мариямның айтқан сөзі деген кезде деп мына төртінші перне, мына үстіне бесінші перне басамыз. Енді дударайым дудым, бүрсінен үшін тудым деген жері. Дударайым. Не? Төртінші перне, жетінші перне. Дударайым дудым деген кезде лаға шығамыз, яғни екінші перне. Не? Қайта көрсетейік. Дударайым тудым. Енді бір сен үшін тудым деген кезде бір екінші пернемен төртінші пернеден келеді. Бір сен үшін, бір сен үшін дым деген кезде, тудым деген кезде дым. Мына жердегі мына төртінші перненің ұшындағы дыбыс аламыз. Төрт созақпен. Бір сен үшін тудым. Шіркін ай дударайым дудым ай. Шіркін ай дудар айым осылай болып, енді мен бастан ақыр осыны чертіп, ақыры чертіп көрсетіп берейін. Бірінші, екінші тағайтлаймыз. Қайырмасы жетінші перне. Арасыңызды қосып алсаңыз болады. Енді сондағы 11-ші перне. Жалпы үйретілген кескін осылай екен.